Muqaddima кітабы бойынша 4-ші видео. Тарихи деректерге негізсіз енген жазбалар. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздерге Ибн Халдунның Иранбақ жайлы пікірін ұсынамыз. Иранбақ деген не? Иранбақ шығыс әдебиеті мен фольклорында кездесетін ғажайып, мәуелі, жер үстіндегі жұмақ бақ бейнесі. Бұл жайлы Ибн Халдун былай дейді. Кейбір тәпсіршілер Фәджр сүресінің 7-ші аятындағы Ирама Затил Иимат деген аяттағы Ирама сөзін қаланың атауы деп, оны биік бағаналы шаһар ретінде түсіндірген. Олар сүйенген нақыл бойынша Ад ибн Аус ибн Ирамның 2 ұлы болған. Олар Шадид пен Шаддад, олар әкесінен кейін кезек-кезегімен билік жүргізген. Шадид дүниеден озған соң Шаддад елге жаңа басшы болып, жақын маңдағы барша патшалар оған бағынышты болыпты. Бірде жәннат бақ жайлы естіп, мен де соған ұқсас бір ғимарат салдырамын. Ғажайып бақ жасаймын деп ол Адан шөлінде Ирам атты шаһарын 300 жылдай салдырады. Шаддад өзі 900 жылдай ғұмыр кешкен деседі. Уақыт өте Ирам өте үлкен шаһарға айналып, алтыннан салынған сарайлары, жақұт түреулері бар, онда түрлі ағаштар мен жасанды көлдер болды. Қала салу аяқталып, Шаддад соңынан халқын ертіп жаңа қонысқа бет алды. Алайда қалаға бір күн, бір түндей жол қалғанда, бұл қауымға жаратқанның азабы жетіп, аспаннан ащы дауыс түсіп, бұл қауымның баршасы жойылды. Бұл хикаяны Табари, Сайриби, Замахшари тағы басқа тәпсіршілер риуаят етті. Олар бұл деректі Абдулла ибн Қилаба радиаллаху анхудың. Бұл шаһар Адан шөлінде Имен жолының бойында жайғасқан, жол көрсетуші мұнаралары бар деген риуаяты айтылады деген сөзіне жүгінген. Бұдан өзге ол жайлы ешқандай мәліметтер жоқ. Ешбір халық, ешбір тарихшы ол жайлы естімеген. Егерде әлгі тәпсіршілер Ирам ескі заманда қирап, ізі қалмаған қала деп айтса, бұл риуаят ақиқатқа жақын болуы әбден мүмкін еді. Алайда олардың сөздеріне құлақ асатын болсақ, ол шаһар бүгінгі күнде де бар деп саналады. Кейбірі Димашқтағы Ад қауымының қалдығы саналып, ол қала Дамашқ қаласы болған деп те айта бастады. Әлгі тәпсіршілер аяттың өздері айтқан мағынаға сай келу үшін грамматикалық талдаулар жасаған. Алайда өз сөздерін қуаттау үшін жасаған грамматикалық қағидаларға сәйкес бағаналар сөзі Ирамның сипаты болып келуі керек болады. Сондықтан алдыңғы сөзге қосарланушы идофа болып, имат сөзі де алдыңғы сөзіне сай келуі керек. Осылайша Ирам сөзінің мағынасын шектеп тек құрылысқа қатысты деп санады. Тәпсіршілер осы Фәджр сүресінің 7-ші аятындағы сөзді осы мағынада баяндау үшін Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анху аяттағы 2 сөздің қосарлы сөз идофа етіп, тәнуинсіз оқығанын себеп етіп хикаяларды қабыл еткен. Алайда ақпарат жалғанға жақын, тоқылған ертегілерге көбірек ұқсайды. Асылында бағана тірек сөзінің айтылуындағы негізгі мақсаты шатырдың тірегі еді. Кәдімгі көшпенділер пайдаланған ортадағы шатыр тіреушісі. Егер бұл сөзді шынайы ғимараттардың бағаналары деп қолданса да, оның қате болмайтыны жаңалық емес. Себебі, Ад қауымының құрылыс саласында тәжірибелі, қуатты болғанын ескеріп, оларды жалпылама құрылыс ғимараттарының бірнеше бағаналары бар деп суреттеп, сипаттауы мүмкін еді. Алайда бір ғана шаһар, бір ғана ғимарат ретінде түсіндіру шынайы мағынадан алыс саналады. Егер Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхудың қырағатына сай аят мудофамен оқылса да, бұл Құрайыштың Кинана немесе Ильястың Музармен бірге немесе Рабидің Назармен бірге тайпалық байланыстарға сүйенген идофа ғана болатын. Осындай бос хикаяларды тоқып шығару халықтың назарын ықтимал емес нәрсеге бұрудың не қажеттілігі болды екен. Алла тағаланың кітабы мұндай мысалдардан пәк.